Аллаға шүкір, бұл қатты дайындалды бүгінгі тойға ше. Қатты дайындалды. Не деген сияпаттар ана жерде. Бір сыйлық әкеш. Бүкіл қарғосты көтеріп келді ағайындар екеуі бар. Ана мына қызыл, мына келе жатқан мына келіннің жақта тұрған полный елән болып отырған жақта. Әкел. Мына кісі сол еләннің қасында тұрған. Мына утешительный әшейін утешительный бірінші мәнде бере салатын сыйлықтың өзі. Осы тойда есте қалатындай, кухняда шай ішіп отыр, жеңгелеріміз біліп отыр. Шай ішіп отыр, осыдан еске алатындай бұл керемет сыйлықтар. Ал енді бұны кімге береміз? Ойбай, прическаң күшті, киімің күшті дей салмаймыз. Бүгін кешке керемет қатысып отқан, позитивный кәдімгі көңілді жандарға береміз. Мысалы, Серік пен Жайна үшін кім бір орнынан тұрып шапалақ соғады? Кімге? Мен негізі бар, сен шымкентскиймін ше. Бірақ шымкентский болса да өте әділмін. Бірінші тұрған кісі мына жерде. Мынау сізге, мынау той иесінің атынан. Бірінші тұрған сізге. Қойшы, сен сатып алатқан жоқсың ғой, бере берсең амайлы. Мыналар сатып әкеліп қойған. Вай ма? Мошне. Піскен десең ше, арызды сот. Мынаны кімге берем ағайын? Той иелері үшін кім бірінші атып тұрып ортаға биге шығап соңға. Кімді? Братан, шли, бірінші шықтым деп үйге тарелка кетпейтін шығарсың еді. Мынау сізге. Қайда сен сағын сақтады. Ал енді ағайындар, бүгінгі бұны Серік үшін, Жайна үшін мен до конца тұрам дейтін бар ма? Өз етімен, мен бұл екі той ешін до конца тұрып беремін. Сен ба? Жіберші маған музыканы. Тұрғаныңды айтайын, мынауың дейсің. Мына Анжанның полғасы кетіп отыр, музыкантар терлеп деп жүр. Мынаған сай дейді, жібер! Атың кім? Нұрсұлтан, кім боласың? Доссың ба? Молодец, міне. Досың үшін до конца тұрам деп тұр. Нұрсұлтанға! Мынау жүніп түсті жүресің қазір. Кім бар? Нұрсұлтанды қазір пачағын шыға жүреді. Жайна үшін, Серік үшін тұрып береді. Кім бар? Қыздардан. Сіз ба? Точно ма? Дакатса ма? Еркекше, биігікше. Кетті орта, жібер. Осы музыка тойымыздың барысында любой жерде қойылады. Кім ешігіп шығады, сол отырды. Бірақ біздің керемет сыйлығымыз бар. Түсіндіңіз ба? Тост сөйлеп жатқан кезде осы музыка қосылып кетуі мүмкін. Сол кезде до конца тұрамай қалып жүрмеңіз. Ана онша билей алмайды. Сізде шанс көп болып тұр. Сізге сеніп тұр баға. Сізге сеніп тұр. Мощный сыйлық бар. Тұрасыз ба қайныш? Тұрасыз ба до конца, я? Болды, бар, жайғасыңыздар. Рахмет. Сен қай тілде сөйлесейін мен? Мен қазақша айттым ғой мен до конца деп бәрі. Сен уже потеря ұстап мына кісіні көрдің де сен уже потеря ұстап жатсың. Қалай музыка шығады, солай ат шыға бересің ортаға. Түсіндің ба? Осы музыка ат шыға бересің. Түсіндің ба? Осымен төбелес тынамау соңында сен. Любое время қойылады. Ал қымбатты ағайындар, жақсы тілек арқалап келген кешіміздің қадірлі қонақтары Аллаға шүкір жетеді. Ал мен ақ тілекті алмаспын. Отыр еказ қоймайын мынау. Стартта тұрып мынау. Ақ тілекті алмас бұрын ағайындар. Бүгінгі той иелеріне бір көңіл бөлейікші. Шын мәнісінде біздің той иелері мақтауға
ағайын, бір ерекше керемет той жасайықшы деп. Сөйттік та мынау оң қанат қайын жұрт жағы ғой деп Серіктің командасы қылдық. Серік үшін осы оң қанат бүгін до конца Серіктің шашпауын көтереміз. Көтересіздер ма? Сол қанат. А что ты без настроения? Нормально, я туда нормально бәрі шапалақа көресің. Сол қанат Жайнаның командасы. Қалайсыздар? Міне. Көрдіңдер ма? Жаңа айтып жатыр ғой, мақтауға тұрарлық жандар деп, біз сені тұрғызып қойып, мә сақалың қандай жарасымды деп бетіңе мақтамаймыз. Біз сенімен мақтанамыз. Осындай досым бар. Осындай Серік деген күйеу балам деп сен сыртыңнан мақтанамыз. Бірақ ішіңнен білгің келіп тұр ғой қандай мақтайтыншы? Серіктің командасы. Тек қана Серіктің командасы. Серікті А әріпінен мақтаймыз. Серік қандай адам? Ақылды. Адам. Ақкөңіл. Мейірімдіңіз не апа? Ақылды. Ашарлы. Ашарлы. Активный. Кеше бір тойда біреу айтады, Айдын де оған келеймін. Келе ма? Не обычный мақтау? Асыл дейді. Серік естіп жатсың ба? Естіп жатсың ба? Қалай? Кеш ортаға, брата, кеш ортаға. Не обычный мақтау? Айдын айтшы, біздің Серік қандай? Актер. Актер. Необычный ма? Необычный. Олай болса, бүгін кешіміздің генеральный спонсоры досы Серіктің. Әділбектің атынан 5000 теңге. Әділбек, сен өміріңде генеральный спонсор болып көргенсің ба? Сен жайна милицияға ұстапқа 5000 шешпейтін ақшар тұрсың ба арасында? Спонсор деген көтерейік, билеп келіп мақтаны өзінше болып. Қанша халықтың арасында спонсор саған бүйіп тұр екен. Аллаға шүкір. Спонсор болып келе ортаға. Генеральный спонсор Әділбек мырза! Әділбек генеральный спонсор, нағыз дос, нағыз бауыр, молодец Әділбек. Есіміңіз кім дедіңіз? Айдын? Айдын красавчик. Бұл қанш? Актер деді, 5000 теңге. Не деген бақыттысың сен же? Берейін баққан тойынан жай қайып жауап алсың сен. Ой, красавчик. Айдынға бір шапалақ. Ал енді Жайнаның командасы. Жайнаның С әріпіне мақтаймыз. Орысша сөз айтпаңдар, жаман сөз шығып кетеді. Қазақша айтыңдар, орысша айтпаңдар. Біздің Жайна қандай? Сымбатты. Сұлу. Сыпайы. Сыйлы. Сабырлы. Точно ма? Сапалы. Қандай? Сыйлы. Сүйкімді, сыпайы. Жаңада необычный жоқ қой, Айдын айтқандай? Сапалы. Сен өзің тірлігіңізде. Салмақтыға жата ма бұлай? Салмақтыға жата қоймайды ау. Келіңізші ортаға, келіңізші. Келіңіз ортаға, билет. Необычный деді, необычный айтты. Айтыңыз, біздің Жайна қандай? Симпатичная. Симпатичная. Дұрыс қой. Сіз ойлап тұрсау деймін, генеральный спонсорлары бітті, жоқ деп ше. Сөйтіп ойлап тұрсау деймін, Аллаға шүкір бізде генеральный спонсор жетеді. Кешіміздің екінші генеральный спонсоры Айдын мырзаның атынан.
Генеральный спонсор. Hadi şarkısı. Жүгір шақыр. Ой, құрмай, тойға көзек келген мақсат сол болған ғой. Дайындалып, актер деймін да, бесін алып, фук деп аламын. Главный бензинге табылды. Мен до конца тұрамын ғой. Мен бер жеретім, лох емеспін ғой. Шақыр. Тойды тоқтатам деп жатыр дейді. Оны амай той жүрмейді. Ол негіз бағанада бір темекіден қысылып тұрған, темекісі жоқ еще. Соны алып та магазинге ұшталды. Темек алып келейін деп, ұрып жүр ме? Сақалы бар ма оның? Сақалы бар ма? Не рабочий ма? Машалла деп жүр ме оған? Сіздің есіміңіз кім? Айнаш? Айнаш ханымға шапалақты аямай ұрайық ағайда. Сонша жүйріктің арасынан симпатичная еді. Айдын, сен бір кісіні шығарып сауап істеп жүрсің ба? Мен мына жерде сен сыртынан ғайбаттап, күнәға әбден баттың ғой. Бүгін кешіміздің генеральный спонсор деп сені шақырып жатыр. Че там? Бермейсің ба енді? Генеральный спонсор Айдын Мырзаның атына 10 теңге. Ой, Айдын сонша бауыр басып қалдың бе? Айдын сен жаңа алған кезде, сен осыны алған кезде, сен цветің басқа еді. Қызарып, бүлдірлі болып баратыр мына давлениесі бар ма, қасындағылар қарап отырдар. Енді темекіге кетесің ба, ше? Осы шаруам жоқ. Есіміңіз кім дедіңіз? Айнаш ханым, ұстаңыз қолымнан. Мен сізді мына тойда до конца көргім келемін. Айнаш ханым, кетіп қалмаңыз. Тойдың соңына дейін қатысыңыз. Сурет сатып жүрген қыздарға жолықпаңыз, қиналып қаласыз. Ештеңеге жолықпай, тыныш осы жерде отырыңыз. Мына столыңызды сипап қалмайды. Айнаш қайда деп қалмайды. Бұл бесін ішінде дүние болмайды ағай. Кішкене бір серпіліп алайық дедік. Өйткені сен командаң қайсы? Сен командаң. Мына жақ па? Вообще мен Серіктің командасына риза болып жатырмын. Молодец Серіктің командасы. Серіктің командасына ырза болған себебім бәрі кәдімгі позитивный ше. Бірақ кастинг арқылы жинаған сияқты беретін бәрі ше. Бұл кісілер еще отырады да бірге тойлап, бірге өткізген жалындаған талай қызық күн өткізген қайнасында жайда көрейік сен командаңды. Бұл кісілер жүздеріне қарасыңыз, серьезный азаматтар екен. Серьезный өлеңдер қойшы, қалай айтатын көрейік. Шәмшінің әндері. Жайда, келді айтыс. Sen
Mına jaqtan sәл үйреніп алыңыздар қалай айту керек екенін ше. Өйткені сен командаң зор айтып жатыр деп бірде расслабо қосып тұрған өзі жеп отырмай өзің айтты да жерде дирижер болып. Жіберсіңдер серіктің командасын. Қалай айтып көрейік.
Sizler sen ne kılıyorsun? Bir böyle birisi ne oluyor? Bir böyle birisi mesela ne olacak? Ağlayınlar düşünüp otur. Жақсы bir ақ тілек кезегін аламыз. Осындайда өлең айтпасаң болады тілмен жаққасын. Құдайым қолдаса жіберейік атпасын. Халқым мені қолдаса екінші дастархан бастаймыз. Шапалақ тоқтамасын ағай. Sen beyinен әңгіме көп екен ше. Sen уже нервқа тиіп жатсың ше. Açsın. Ал ағайындар, мен кішкене бір сыйлық тарататын кез келді. Мынандай бір керемет сыйлық. Қазір тойдан кейін қайтсаңыздар, үйге апарып берсеңіз, ол бала-шаға не деген қуанып қалады, немерелер. И самолет қода мынандай разрешение бар, құдалар үйге. 5 кило шықпайды. Енді қазір ойна, сен прическаң күшті, сен көйлегің күшті деп бере салмайын. Музыка қойылады, музыкада дұрыстап тыңдасаңыздар есеп бар. Телефонды калькулятор шығарамыз, есеп бар. Есептің кім жауабын табады, билет келетті алып кете салады. Түсінікті ма? Қайтып қой, түсінбей қалды, мен осы жүрмеңіздер. Есеп бар әр музыкада. Соны табады, келетті алады. Ал, бірінші музыка, жібер! Мана биді шығарған композитор давно өліп қалған. Сізді әруағы кешірмейді. Үйге қайтқан екен ютубқа кіріңіздер, как можно на эта песня танцевать деп жазыңыз. Көбі базар шығарып береді. Келесі жолы билеттеңіз. Қанша болды? 120. 40, бұл 40, 340, 120. Әрине, мынау сізге тойлардан farkı бар. Подарок беріп отқан келінді ауыстырасыңдар ау. Мына келін қатып қалған келін екен ше. Қайтып апарып өткізетін болмасаң берсең ойна. Әкеш. Әкел. Әкеп беріп тұр. Жүгіп әкеп беріп тұр. Байытатын келін бай. Мынау керемет. Любойды сізге пайдалануға болады. Келесі мұқият тыңдаймыз. Келесі есеп, жібер!
7 миллиард 18 мың 18. Конечно, 7 миллиард 18 болса, той елер атасызға, мархабат. Рабочий сахалма? Ана дәрет ағанға мощный болады. Келесі есеп, жібер, тыңдаймыз. Қанша? 7 миллиард. Өзің шегіз. 7 миллиард. Қанша? Қанша? 6 миллиард. Қанша? Келіс отыр. Bir milyar qandırsa aytыңыз. Қанша? 1 миллиард. 1 миллиард. 1 миллиард. Аза, құдағи болады. Бүгіннен бастап оның жауап 1 миллиард болатын болсын. Дәл сыйлық. Мынау сізге молодец. Жамбар. Аза, жаңағы есебін табайын конкретно. Қайтып қой басына. Жібер. Қанша болды? Әрің таптың ба? 6 миллион 4. Молодец, таптың, дұрыс. Дұрыс. Бірдеңе алмай кетіп баратқан екен ба? Шүкірді ғой. Дұрыс па? Дұрыс па? Конечно, миллионда 6 рет айттым, бірінен өткіз ғой, бірі шеке бірі бол, 4 бар артында. Мархабат, тойлар іске, мархабат. Негізі бар ғой сіздер ана калькулятор шығармай, білмеймісіздер ше, калькулятормен есептеу керек bunu жастап тұр. Келесі, жібер. Ne o ders madara gibi. Birisi birlikte kaçış var. Kaça oldu aytınız? 120 ödedi. Конечно, 100 soğanı aracını 150 buldu. Bana siz gelin. Toy yerlerine atan. Marfa. Ödediniz. Al. Mukuya. Kelesi yesip. Kelesi hepsi. Jüve. Енді кешіксек күрекпен ұрамайсың. Жалпақ қар күрейтін күрек бар ғой, мұнда жалпақ. Кел абай, кел. Кел. Не өзің айтқанын өзің сравнивать етіп жатсың ба? Кел, ерте ортаға. Бейіне қараса
қарасаң бір батарейка емес дейтін адамдар сияқты бір позиция ұстап жүре береді. Қанша болды? 17. Машалла, қалай таптың? Ойлап таптым. Несін ойланасың өшектен басқа ештеңе айтпадым ол жерде. Бір есеп шығарғандай айтады ғой. Берейік, сыйлық берейік, мархабат. Келесі есепті қойшы, мұқият тыңдаймыз. Келесі есеп. Жібер. Come on. Азат, шығып атқан адамның түріне қара. На қара, кәдімгі сақал болған намазхан бала. Қазір билік кетсе не болады? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Өзі сенде биліктер бар ма? 21. Молодец, мына қолында телефонға есептеп атқан көрдім. 21, конечно, тойлар атам, мархабат. Сізге. Келесі есеп, мұқият боламыз, тыңдаймыз, жібер. Дефектология. Молодец. Врачка. Балаларды қарайтын. Педагог. Педагог. Вообще әңгімен көп екен сен. Қанша бол? Мынаған біреу айтқан ғой ана жақта. Потеря. Қанша? 86. Өзің шығардың ба точно? Мына ішін алып қалып, коробкасын мен жемеймін ба? Мынау саған. Той елен адам, мархабат. Бүкіл зал тауды оны. Бірақ мен сізді алып шықтым. Жоғары жақтан кәдімгі қылқыны бар екенсіз бір қараса.
Mana kısmı mesela oru öldüren adam çıktı. Mana toyuyla nasıl git gereği isteyen adam olsun. Marhaban, dönediniz. Azam, töbelес bastalayın dep turgan siyahtı. Biz de aytıp atırımız koy dep atkanda çıkıp atır. Ең соңғысын ғой, төбелес басталып кетпесін. Тыңдаңыз.
keyinchiyim var ғой, Endi keyinchiyimga sen siyahtmamiz. Mana keyinchiyimga dedi. Do'st 175, конечно, красавчик. Өзіне сенем мен, алып шығам дейтін бір үш жігіт керек. Кім бар? Мен қинап шығармай, міне красавчик. Кел. Біреу. Тоқта, шешіп алайық. Сіз кімсіз? Досы, інісі. Інісі? Құлан. Маған біріне келді. Бармайды ма? Нағаш жақтан. Каман. Нағаш жақтан алайық сен. Інісі. Кел. Бір інісі қалған. Кел. Жиен сен қал. Міне, нағашыдан жиен інісі досы. Ал енді осыларға төтеп берем деген өзіне сенімді нервный ау кәдімгі. Қыздар бар ма? Қыздар. Девушки Востока, көкелек сен деген. Ішкесін ба, қызарып кепсің ғой. Ба, тойын басына сап-сары О! Міне, өзіне сенімді. Нағашық қоя. Молодец. Айтшы жайна, кім бар еді? Біреу бар. Нағашықта шықты, ұяқа қарай берме, өз жағына пиқат еді. Кім? Келі ғой. Қанша емес екен бейім. Алты ауылды бияқа келмеш. Мына жерге келмей. Мына жерге тұрыңыздар. Алты ауылды. Енді бүйтеміз. Ала сұрып бір-бірімізбен ақтер көктер болып билеп жарыспаймыз. Сіздер бәріңіз бір командасыздар. Сіздермен жарысады мына жерде. Нұр шашудың қыздары. Мархабат, келдір ортаға. Мына қыздар біртіндеп шығарады. Мына қыздармен билейсіздер. Ал егерде нормально билеп алсаңыздар, нормально көріп алады. Кімнен бастаймыз? Жиен бірашқа Бергеш сен атып шыққан қоймай. Бейтесің, ортасына тұрып алды. Мына қыздар билейді. Солармен бірдей биле. Қуып кетпе мақыл ма? Ал енді бұл жиен бірашқаға поддержка бар ма өзі? Бар ма поддержка? Разындай адам бар екен сенің сөйлейін. Давай, кет! Sen үйленбесің ба? Сен қыздар жоғар жағына қарасай. Көздеріне, бастарына қарасай. Қаққара болсын. Бейіне қара патере болады соңына жоқты. Қарайтын жеріне қарамайды екен бұл. Сен ма? Сен бейін жақсы екен. Бірақ сен жоғары қарамайды екенсің. Сен қара қалай билеу керек екен. Мыналарда қалай билеу керек екен үйреніш. Қаршы. Нағашта, поддержка бар ма? Ай, молодец, міне! Міне!
Так, тосын. Ана, көшпенділер деген кино көргенсің ба? Жекпе-жекке шығаратын кезде анау сен анаңды өлтіргенде қайнап жібереді ғой ше. Мына 4 қыз сенің атыңнан әңгіме жұт. Бұл жерде сен өзің дағасы сен кезінде тұрып ақыл алатын кез. Жібер! Славы бей, славы. Ортаға. Енді мына қордақтың көкесін түйе сайғанда болса, бидің көкесі енді басталады енді. İşte kalima қайтарып отырыңыздар. Жібер аттың басын! Abusada, mate. Abusada, mate. A profissão das minas é... Abusadamente, ela vai bater, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vai bater, ela vai quicando, ela vai sentando. Негізі бокстың қатты билер ана көйлектің ішіне көрінеді. Көйлектің ішіне жібері бар. Негізі андай түрімізде үлкен қылған сияқтысыз ше. Сіздер ана перекатный возрастта жүрген десетсіз бейгізден. Супер билер. Ең мықты биледі. Керемет. Чё там? Вот там. Камал. Сен шошып тұрсың. Укол толтыратын балақсың. Тұрмақ ортасында. Сосын өтініш айналайсың, жоғары қарап биліңдерші бастарында, я? Кет жер! Вау! Сендер билер қате. Мынаны жаттап алыңдар. Мынаны дейміз. Молодец. Енді көңілден шығайын деді. Нервнеміз. Жүрістің өзі бейгін. Мұқият болайық. Достар, бір поддержка беріп қойыңдар. Поддержите. Кетті. Не дейсің, не?
Tegi sаған жақпай кеттік қой, қарындасың болмайды. Кімнің мына төртеуінің ба? Би ғой, айнал. Саған ба күйеуге тиіп кетіп жатыр ғой, төртеуі. Давай, жібер. Мен сізге айтайын, қарындасы болсаң, ағаның алдында билейсің. Басқа жақта билемейді. Қарындасы білен ағасының алдында билемейді осылар ше. Қыздар, жандар, көрдіңдер ме қалай билеу керек екен? Білдіңдер ғой, Молодец. Нұр жолына, бір шамана болып қойыңдар қыздар. Енді ағайындар, өздеріңіз іштеріңіз біліп тұр ғой, кімнің мықты билегенін. Бұл бір жол, екі жол демей-ақ қояды. Бірақ іштеріңіз біліп тұр. Сыйлық әкелші, мен сыйлықпен білдіріп беріңіз. Ұлдарға, осылай бердіңіз бе? Онда ұлдарға қара жарасады. Ақ онша билем адамға. Мен ашып қалды үшін. Ол үйге түнде жатқанда да осы тұқ күте береді бұл үйге. Будильник шалдаса да осы биге. Алғысында айтып атсың ғой, мына кісіні кім деп, не деп атайсың? Мама. Молодец, мамалатып қойып жүрген. Мама деп өтпеді. Өлетін жерін беретін келім ғой. Мен ағайындар бағанадан берсем, артық анекват жүрек. Алмағаш мега ойнын атам деп, ұрсылып жүріп ойнын. Камерашын деп, сен жалдап келген. Сөйтсем туған інісі келді. Өлі жаңа кеңшілік қойып, иесі келсін ғой. Жаңа бәрін қайтып мақымын. Оны ұрсып жүріп ғой мен жаңа камерашын деп. Бір ауыз тілек, не, мархабат. Барлықтарыңызға рахмет. Осылай тойға келгендеріңізге барлықтарыңызға жұғысты болсын. Әрқашан бақытты жүре беріңіздер. Осы Тасарай ұжымына сізге көп рахмет. Тамадамыз өте керемет жүргіздіңіз. Алдағы тойларымызда да қайным үйленейін деп жатыр. Бұйырса шақырарымыз. Бәріне бишілерге, Нұршақ ұжымына бәріңізге рахмет. Тек тойда келсін. Қайныңыз үйлегенде шақырыңыз обязательно мақұлма, мен сол күн боспын жатырмыз. Үйленіп қайтыс бірге. Сен депутат болады деп жүрміз ғой, сен бірінші үйленуің керек екен ғой. Бір ауыз, мархабат. Ассалаумағалейкум, жаныңыз айтсын, жақын жандарымыз. Бүгінгі тойға келгендеріңізге, алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет, басымызды иеміз. Және де асабамызға рахмет. Бүгінгі той көңілді өтті. Көңілді өтпеген сияқты. Тасарай мейрамханасының ұжымына рахмет, бәріне рахмет.